Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің YouTube каналым оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ашыған қамырдан өте дәмді болып шығатын бигуди корей халқының тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне аштығымызды салып, тағы да аштығымыз бір келкі болып ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Аштығымызды салып, ертіп болған соң, оның үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Майымызды құйып болған соң, електен ұнымызды өткізіп салып, қамырымызды илеп біріктіріп аламыз. Біріккен иленген қамырымыздың үстінен 2 ас қасықтай сұйық май құйып, тағы да жақсылап қамырымызды біріктіреміз. Егер осылай қамырыңызды ашытатын болсаңыз, үстіне сұйық май немесе сары май құйып ашытатын болсаңыздар, қамырларыңыз тез әрі жұмсақ болып көтеріледі, қатып қалмайды. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Егер білмейтін болсаңыздар, қамырыңыз жұмсақ болып тез көтеріледі. Қамырымыз ашығанша енді ішіне қосатын салатын дайындаймыз. Мен 3 сәбіз алдым. Тазалап ашып жуып болған соң, сәбізімізді осылай өзіне арнайы өткізілетін үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді өткізіп болған соң, өздеріңіздің қалауларыңызша мен аз көк қостым және 1 редисканы тура жібердім. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де осындай чим-чим деген заправка бар, осы сәбіз салатқа арналған. Осыны қосып жасасақ, тура дүкендегідей, базарлардағыдай әдемі дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Сол заправкамызды қосып болған соң, қолдың көмегімен мыжып араластырып алып, холодильникке салып қоямыз. Енді кезекте салатымыз дайындап қойдық. Қамырымызды ашып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте әдемі болып көтерілген, 2 есе 3 есе көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан шығарып, бірнеше бөліктерге, кішкентай зуаларға өзімізге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Қамырларымызды бөліп алдық, және мен ішіне осындай туралған картошка қосамын. Өз қалауларыңызша фарштан да жасай беруге болады. Мен картошка қостым. Енді қамырымызды алып, оқтаумен жаймаймыз, қолдың көмегімен осылай басып жайып шығамыз. Қамырымызды өзімізге керекті мөлшерде жайып алдық. Енді ортасына жаңағы туралған шикі картошкамызды салып, қамырымызды біріктіріп, түйіп немесе өз қалауларыңызша өріп шығамыз. Осылай барлығын кезекпен жасап, түйіп шығамыз. Түйілген қамырларымызды суымыз қайнағанша бетін жауып, тағы да 20 минуттай қойып қоямыз. Сол кезде жақсы көтеріледі. Қайнап тұрған суға 1 сағатқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің бигудиларымыз пісіп шықты. Енді оның ортасына жаңағы дайын болған сәбіз салатымызды саламыз. Салатымызды салып болған соң, өз қалауларыңызша және үйдегі адамдардың қалауынша майонез, кетчупымызды сеуіп береміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Егер жасап дәмін татып көрмеген болсаңыздар, осы менің рецептім бойынша міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі ерекше, тойымды, тез дайын болатын тамақ. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахметімді айтамын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Менің рецепттерімді бірінші болып көру үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода жолыққан